Сәлем сүйікті оқырмандар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі қантты тоқаштардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз және қант салып, қантымызды ерітіп, осы қант ағарып көпіргенше миксерлейміз. Міне қант осындай деңгейге жетіп, дәл осы видеодағыдай әппақ болып шықса, үстіне ерітілген сары майды құямыз. Үстіне жылы сүтті құйып, тағы да миксерлейміз. Дайын массамызды бөлек алып қойып, келесі бөлек ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң екеуін біріктіріп араластырамыз. Ұнды аз-аздан қосып араластырып отырсаңыздар, өте жұмсақ қамыр дайын болады. Содан соң қолымызбен өте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей толықтай қамырды илеп даярлап алдым. Бетін жауып, бөлме температурасында тындыруға қоямыз. Бір сағат өткен соң қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде қамырдың әрқайсысы 70 граммнан шықты. Қамырды бір-бірлеп ала отырып, ұнымызды сүйіп аламыз. Себебі бұл қамыр кішкене жабысқақтау болып шықты, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырдың бетіне сұйық май жағып аламыз. Немесе сары майды ертіп жақсаңыз да болады. Алдын ала мак пен қантты араластырып дайындап қойдым, соны сүйіп шығып жатырмын. Немесе мак сеппей, қанттың өзінде сепсеңіз болады. Осылай шетінен бастап ала отырып, айналдыра орап шығамыз. Шетін жақсылап бекітеміз. Және де дәл осы видеодағыдай алып тағы да ең шеткі жағын біріктіреміз. Үстінен осылай кессеңіздер, өте әдемі болып шығады. Жаңағыдай қалған бөліктерін барлығын дәл солай дайындап шығамыз.
Мінекей жақсылап әдемілеп барлығын даярлап алдым. Жұмыртқаның саруызынан жағып шығамыз. Және де алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қойсаңыз да болады. Қызып тұрған пеште 20-25 минуттай қызарғанша пісіреміз.